О, даже свет. Көңіл күйіңіз қалай? Күтпедіңіз ба? Жоқ, негізі шынын айтқанда күттім. Күттім, себебі бүгін жаңа айтып сезгендей болдым өзім шаттым. Бірақ мен өзіммен кәдімгідей доволендім. Жоспарды өзіме қойған орындадым, өзімді басқа қырына көрсеттім. Және де мен шыққанда менің атымды ешқайсысы осы неше тур, 7 тур ма, 6-7 турда ешқайсы айтқан жоқ. Басқа нелерге айтты, әншілерге, бірақ менікін тапқан жоқ. Сондықтан әйел адам да ең қысқа қалада емес па? Мен тек қана қуаныштымын. Айтыңызшы, негізі келесі турларға өлең турға дайындамадым, шын керек. Қазір менде кеш болып тұр, түн жағып тұр. Ән дайындамадым, осы турға дейін ән дайындадым. Бір ішінде бірдеңе әйтеуір турды өтпесін деп мен өзім жақсы білгендей болдым, бірақ айтсам болады, мен бұндайды жақсы көтере аламын. Маған ең бастысы қатысу деген жай ғана сөз емес, осы атмосфераны көру, өзімнің әріптестерімді көру, солармен тілдесу өте қызық жоба болды шыны керек. Сондықтан мен үшін өзімнің қойған мақсатым орындалды. Ең бастысы халықтың көңілінен шығады деген сенімдемін. Сіздің ойыңызша кім жеңімпаз болады? Менің ойымша білесіз бе, мен қазір әр келетін болсам, маған Арыстан біліп тұрмын, әрқайсысы кім екенін қазір айтпай қояйын. Ізденімпаздылық жағынан себебі Арыстанның кейбір нөмірлері, көп нөмірлері бір алынған нөмір болды да, ал Арқардікі мен енді өзім пайымдауымша барлығы кәдімгідей нөлден жасалған. Бірақ Арыстан мен Арқар мықтылар қалуы негізі бесеу болды. Сиыр ше? Сиыр жақсы, бірақ мен көңілімнен шықпады. Миссияны орындадыңыз? Миссияны орындадым. Ең негізі ізденімпаздықты, ең талғампаздылықты қажет ететін байқаулардың бір деп айтуға болады. Себебі неліктен сен әр әнге әртүрлі дауыспен көре берсең, бір дауыспен жүре берсең, ол қызық емес болады. Және де өзгерте алатын әнді алу керексің. Өзіңе келетін әнді, оның аранжировкасы бар, музыкаторлармен жұмыс, күнде түрлі образда болу, сахнада ұстау. Сондықтан ең қиын және де ең сәтті мен үшін менің өмірімдегі жобалардың бірі десем болады. Түрім қалай болды екен негізі? Жақсы болып тұрыңыз. Жалпы сіздің маскаңызбен демалуға болады, негізі? Менің маскаммен демалуға болады, бірақ мен масканың ішіне тағы да маска кидім, неліктен себебі мен сақалым бар ғой. Білім қалады. Цветтер қосылғанда пушкалар свет бетке түседі, отражаться етеді сақал. Сондықтан мен үстінде әрдайым маска болды. Бетперде одан кейін бас киімнің пердесі болды. Сондықтан мына жерден тер аққанда былай кәдімгідей буланатын еді. Сондықтан оңай болмады, ол жағынан да физикалық тұрғыда да оңай емес. Шыны керек, үлкен костюмдермен бір ырсылдап қаласың. Аяқпен жүргенше? Аяқпен ешқандай бір дұрыс сахна қозғалыс жасалмайсың да, себебі шалынып кетуі мүмкін. Бірақ енді барынша билеуге өзім билемейтін адам ғой негізі. Бірақ кішігірім билеп, тырысып әйтеуір жасадық қой. Ең бастысы шоу болды деген ойдамын. Шоу болды, жақсы. Сізге рахмет үлкен. Күшті шоу көрсеттіңіз.